Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Biz kешегі дәрісімізде ниеттің маңыздылығын айтқан болатынбыз. Бүгін де иншалла соған байланысты бір уақиғаны баяндайтын боламыз иншалла. Жалпы бір мәселе айта кетейік. Кез келген құлшылық қабыл болу үшін негізгі екі шарт керек те, екі шарт орындау керек. Біріншісі ниеттің таза болуы, әр амалды ықыласпен Алланың ризалығы үшін жасау болса, yani бұл жерде ниет пен ықыласты бірге қосып тұрмыз. Екіншісі әрбір амалды, намаз болсын, ораза болсын, қажылық болсын, кез келген құлшылық қабыл болу үшін айтып жатырмыз. Негізгі основной екі шарт орындалу керек та. Біріншісін айттық жаңа, кеше біз оны қозғадық. Бүгін соны жалғастырамыз иншалла. Тағы бір хадисті оқимыз, бір аят оқимыз иншалла. Көп ұзартпаймын, қысқаша қайыруға тырысамын. Біріншісін айттық, ниеттің таза болуы. Ниет дұрыс болмаса, ешбір құлшылық қабыл болмайды. Ол қажылықта сондай, намазда сондай, оразда сондай, біреуге садақа берсең де Алла ризалығы үшін бермесең, ниетің дұрыс болмаса, және енді ықылассыз да осыған қосайық, иншалла ол бөлек тақырып, енді сәті келсе оны айтамыз иншалла. Ол амалды да ықыласпен жасау керек та. Yani Алла ризалығы үшін ықыласпен істеу керек, сен оны жасауың керек. Екінші шарты, құрметті жамағат, ағалар, бауырлар, кез келген құлшылықты шариғатқа сай орындауымыз керек. Шариғаттан мақсат не? Пайғамбарымыз салам сүннет. Пайғамбарымыз бізге қалай үйреткен болса, солай жасауымыз керек. Намазды Пайғамбарымыз салам не қылдайды? Мен қалай намаз оққан болсам, келіңіздер. Намаздарыңды да, қажылықтың, уалейкумассалам, қажылық амалдарында не істеңдер, менен үйреніңдер дейді. Мен сендерге қалай үйреткен болсам, солай жасаңдар дейді Пайғамбарымыз салам. Демек, екінші құлшылықтың қабыл болуының шарты не екен? Пайғамбарымыз салам сүннетіне сай орындауымыз керек. Түсінесіз ба? Бұл не деген сөз? Сіз өзі қалағаныңызша жасай алмайсыз. Пайғамбарымыз қалай тауап жасауды үйреткен болса, солай тауап жасауым керек. Қалай намаз оқуды үйреткен болса, солай намаз оқуым керек. Ертең сен, жоқ, мен Минаға бармайым, бірден анау шайтанның тасын лақтыруға барамын деп айта алмайсың. Минаға бару керек. Одан барып не істеуіміз керек, әрі қарай Арафатқа баруымыз керек. Жоқ, мен Арафатта тұрмайым, сол Минада тұра саламын дей алмайсың сен. Өзгерте алмайсың ол нәрсені. Немесе Арафаттың өзінің уақыты бар. Түсінесіз ба? Арафа күні болады ол. Басқа күні бола алмайды. Бүгін жасай алмайсыз, ертең жасай алмайсыз. Белгілі күні бар да, Аллах субханаху ва тағала таабуди дейді бұны. Құранмен бекіткен, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям біздерге үйреткен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі не істеді? 4 рет умра жасады, 1 рет не істеді? Қажылық жасады. Оны бізге үйретіп кетті да. Бұны қысқаша қайырып жатырмын. Демек, намаз болсын, ораза болсын, қажылық болсын, зекет мысалға қалай беріледі, кімге беріледі, бұның барлығы өзі Құран Кәрімде қай адамдарға беретін Тәубе сүресінде айтылған, баяндалған, және оны қалай беру керек, кімге беру, қалай бөліп береміз оны. Бұның бәрін үйреткен кім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан исламда негізі болмаған нәрсе қабылданбайды, естеріңізде болсын. Основа дейміз ғой. Исламда негізі болмаған нәрсе қабылданбайды. Бидғат деген сөз естіп жүрген шығарсыздар, жалпы. Бидғат деген нәрсе не ол? Исламда негізі болмаған нәрсені бидғат деп айтамыз. Дінде жоқ нәрсе, болмаған нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оны істеді, біз үйреткен жоқ. Түсінесіз ба? Сондықтан да жалпы бұны айтудағы мақсатымыз бұл өте маңызды мәселе. Енді мысалға біз қазір Меккедеміз. Қарасаңыздар, жан-жақта әртүрлі намаз оқып жатыр, Мысалға бүгін мен қонақта болдым, біздің бас муфтиіміздің жаңағы асында болдық, сонда жиналыс болды, біраз кісілер келді, сонда 6-шы қабат па, 7-ші қабатқа көтеріп кеттім мен. Мешіт іздеп жүрмін ғой, үлкен жаңағы қонақ үй болды енді. Сөйтіп кіріп мешіт бассам, дейді жаңағы, сөйтіп кірсем, намаз бастап жатыр екен жаңағы кісілер. Асыр намазы ғой. Асыр намазы ба жаңа? Жоқ, бесін намазы ғой, Сөздің қысқасы, кілең аппақ киімдер киініп алған үстінде. Жалғыз өзім енді мен темный болып тұр ғой кілең. Соны барып отыра салды, мен намаз оқиды батыр ғой Соны қамат айтты, сөйтіп намазға тұрып атқан кезде мен Аллаху акбар тәкбір алдым да былай. Қолын байладым. Алдында екі қатар тұр, менің 3-ші қатарда тұрмын. Ешқайсысы тыпырламайды да, қол көтермейді ешқайсысы. Қақиып тұр да осылай. Бұл кім бұлар? Қай мазхаб? Малики мазхабтар.
кітапты талай оқып жатырмын деген, бірақ іс жүзінде көрген кезде кәдімгі сен басқаша болып қаласың да кәдімгі. Бір кез соңында ассаламу алейкум рахматулла деді. Мен екінші сәлем күтіп тұрсам имам болды. Ол оң жақ сәлем берді, бітті, намаз бітіріп жатыр да. Мен сол жаққа бердім да, сөйтіп неседі, намаз бітірдік. Яғни қарасаңыз, Мәлики масхабында қолды не істейді? Байламайды. Яғни пайғамбар саллаллаху кейде үшін байламаған, кейде былай байлаған, кейде былай байлаған. Былай көтерді пайғамбарымыз, кейде бұндай шейін көтерді. Бар ма? Бәрі бар. Проблема жоқ бұл жерде, мәселе жоқ бұл жерде. Бірақ біз не істейміз? Ханафи масхабын ұстанғаннан кейін Ханафи масхабының дәлелдеріне сүйенеміз. Сөйтеміз де біз не істейміз? Қолымызды мына жаққа көтереміз, наста байлаймыз. Ханбали масхабы да сондай, мысалға. Бәрінің дәлелдері бар да, сахих дәлелдері бар барлығының. Бірақ мәселе ол емес. Мәселе ең бастысы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге қалай үйреткен болса, біз несеміз керек, солай оқуымыз керек. Сонымен кешегі мәселені біз қозғай кетейік. Бүгін тағы да жаңадан кісілер келіп отырған арамызда. Біз кеше не істедік? Ниеттің маңыздылығын айттық. Ниет дұрыс болмаса, қажылық қабыл болмайды. Қажыке деп айтсын деген мақсат болса, құрыдық мысалы, Алла сақтасын. Қажы деген атаққа ие болу үшін титтей де бір сондай бір ой болатын болса, Алла сақтасын. Қаншама еңбегің сенің, қаншама долларың, қаншама машақаттың бәрі босқа кетеді деген сөз да, Алла сақтасын. Рия болмау керек, көзбояушылық болмау керек та. Тек қана не істеп жатырмыз біз? Алла ризалығы үшін осы жерге келіп отырмыз. Демек, қандай амал болмасын, намаз оқысаң да, ораза ұстасаң да, байлығыңнан жаңа зекет берсең де біреуге, не істеу керек? Тек қана иллалла, тек қана Алланың ризалығы үшін болу керек. Алланың ризалығы болмаса, ол жердің ешқандай пайдасы жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху бір хадисінде, сахих хадисте қисса ретінде түсіндіреді пайғамбар саллаллаху. Қиямет күнде дейді, Алға шақырылатындар дейді. Ең Алға шақырылатындар кімдер? Құранды толық жаттаған қари. Екіншісі кім? Алла жолында шейіт болған адам. Қараңыз, Алла Тағала жолында шейіт болған адам. Үшіншісі мал мүлкі бар, бай адам да. Кімдер екен біріншісі? Қари. Қаринен кім? Құранды 6236 аят толық жаттамаған адам. Бұл оңай шаруа емес. Құран толық жаттау оңай шаруа емес. Екіншісі кім екен? Фи сабилилла, Алла жолында соғысып шахид болған адам. Бұл оңай шаруа емес бұл деген. Жанын беру Алла жолында. Яғни жан беру деген оңай, ең тәтті нәрсе не? Өмірде жан ғой адам, дұрыс па? Екіншісі сол шейіт шақырылады дейді. Үшіншісі кім? Бай адам, мал мүлкі бар адам. Сонда бұл құдси хадис та, құдси хадис. Аллаху субханаху ва тағала Құранды жаттаған қаридан сұрақ сұрай деген да. Кімден сұрап жатыр? Қаридан сұрақ сұрап жатыр. Мен саған пайғамбарыма түсірілген Құранды үйреттім бе дейді да. Яғни, саған соны жаттау үшін мүмкіндік бердім ба? Саған білім бердім ба? Иә, бердім. Я Раббым, иә, білім бердің, мен сол сенің берген біліммен естедім, мен құдіретіңмен сол Құранды жаттадым. Білгендеріңмен қалай амал жасадың дейді Алла subhanahu wa ta'ala. Құран жаттадың жақсы. Соншама аяттың бәрі жаттап алдың. Сол білгендеріңмен қалай амал жасадың? Амал жасадың ба, жасамадың ба? Деген кезде мен оны ей Алла Тағала күндіз түні оқыдым. Күндіз түні оқыдым. Яғни сен Құраныңды естедің, мен тынбай оқи бердім. Сонда Аллаху subhanahu wa ta'ala не істейді? Сен өтірік айтасың. Жалған айтасың сен. Сен естедің, сонда Аллах subhanahu wa ta'ala сен өтірікшісің, сен өтірік айтасың деген кезде періштелер де қоштаған екен да. Я, расымен де, ей Алла, бұл жалған айтып жатыр деп қоштай деген. Сен пәленше Құран оқиды деп айтсын деген ниетпен сен естедің, Құран оқыдың. Солай болды да, сол ниетіңе жеттің де сен дейді да. Содан кейін Аллаху subhanahu wa ta'ala Алла жолында мерт болған адамға не істейді? Сұрақ сұрайды. Кім үшін шейіт болдың сен? Сонда әлгісі сенің жолында жихад жасадым, ей Алла Тағала. Мен қазық қаным қалғанша, кеудемнен жаным шыққанша не істедім? Сенің жолында соғыстым дейді. Сонда Аллаху subhanahu wa ta'ala өтірік айтасың сен. Сен не істедің? Кім үшін соғыстың сен? Мен батыр десін. Сондай мақтандың сен. Батыр, мықты екен деген сондай ниетпен сен не істедің сен? Менің жолымда
соғыстың. Сол ниетіңе де жеттің сен. Қараңыз, сені батыр деді, мақтандың, сені мақтады адамдардың барлығы. Сен соған лайықты да болдың сен шындығында. Екінші адам кетті. Үшінші адам кім? Бай адам. Мен саған көп дәулет бермедім бе дейді да. Байлық бердім ба саған? Байлық бердің. Тіпті бергенім соншалықты сенің еш уақытта мұқтаждығың болған жоқ, еш нәрсеге мұқтаж болған жоқсың сен. Сонда әлгі бай айтады, иә, ей Алла, сен маған не істедің? Байлық бердің. Мойындап тұр ғой енді. Оны ешкім Алла Тағала қарсы келе алмайды ғой. Сонда не істедің? Мен сенің жолыңда ақша не істедім, байлығым жұмсадым. Туған туысқандарымды қарайластым, жетімдерге қарайластым. Аллаху субхана ва тағала жоқ дейді, сен өтірік айтасың. Жалған сенің сөзің. Сен не істедің? Тек қана пәленше деген жомарт адам, қандай мықты жақсы адам, Алла жолында жұмсайды деген сен не істедің сен? Соны адамдар айтсын, солай деп айтсын деген мақсатта сен не істедің? Соны Алла жолында емес, сол өзіңді мақтан тұту үшін соны жұмсадың дейді да. Осыларды айтып болған соң, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахаба Абу Хурайраның тізесінен түртіп дейді. Тізесінен түртіп. Уа Абу Хурайра, осы үш адам дейді. Алла сақтасын. Қиямет күнде жаһаннам отын лаулататын Алланың мақлұғы болады деген екен да. Қиямет күні не істейді? Тозақтың отын лаулатып жандыратын соған себепкер болады осы адамдар дейді да. Кімдер бұлар? Біріншісі қари, Құран жаттап алған адам. Екіншісі шахид, Алла жолында айтқан адам. Үшіншісі бай адам. Алла жолында, яғни байлығы бар, бірақ кім үшін жұмсайды? Мына жомарт адам деп айтсын деген мақсатта жұмсайды. Ал екіншісі шахид не істейді? Батыр деп айтсын, мықты деп айтсын дейді. Біріншісі кім? Құран оқығанын не істейді? Қандай керемет Құран оқиды. Сондай мақтанышпен оқығандығы үшін істеді. Ертең Алла сақтасын, солар жаһаннам отына себепкер болады дейді да. Сахаба Шуфаи былай деген екен. Осы мәтіннің артынша айтып жатыр. Абу Хурайрадан алған бұл хадисті Муауияға радиаллаху анху жеткіздім дейді да, мына хадисті. Осылай. Сонда Муауия радиаллаху анху мұны естігенде, мұндай адамдардың өзі осындай халге ұшыраған болса, осындай жағдайға түсетін болса, басқалардың жағдайы не болмақ деп еңкілдеп, мына екі иығы көтерілгенше еңкілдеп жылаған екен да. Яғни сондай Құран жаттаған адамның өзі осындай халге, бейшара халге түсетін болса, бай бола тұра сондай халге түсетін болса, Алла жолында соғыстым дей тұра, сол тозақтың отыны болып жанатын болса, басқалар не болады деп не істеген екен? Муауия радиаллаху анху сахаба не істеген екен? Жылаған екен да. Сөйтіп зорға дегенде ентігін басып, көз жасын тыйып, Аллаху субхана ва тағаланың Худ сүресінің 15-16 аяттарын оқыған екен да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Худ сүресі 16-15 аяттар. Яғни, мәселені түсініп жатсыздар ма? Мәселе не бұл жерде? Тақырыбымыз біздің ниеттің маңыздылығы, яғни біз кім үшін, не үшін келдік мұнда біз? Яғни біз ертең соншама ақша төлеген болсақ, соншама шаршап жатырмыз, мысалға. Ертең қызықтың көкесі ертең басталады. Қазір біз жақсы жерде жатырмыз қазір. Жұмсақ төсекте, швейцарский тамақтар жеп, салқын жерде жатырмыз. Қағбаның қасында ертең Минаға барамыз. Ол жерде андай мұндайлар болады, жататын тамақ болады, бірақ мынандай болмайды, жағдай болмайды. Минадан не істейміз ертең? Ары қарай Арафат тауына барамыз. Ол жерде тіпті жағдай төмен түсе бастайды. Қараңыз. Қонақ үй, Мина, Арафат. Арафат тауына барған кезде ол жақ дым болмайды уақытта. Тамақ шалмайсың. Енді бір-екі андай мұндай тіске басатын нәрсе болуы мүмкін, бірақ мынандай жұмсақ жер болмайды. Көресіз ба? Ол үшін барып тұрған жоқпыз біз. Одан кейін істейміз, Арафатта кешке шейін тұрамыз, күн батарының алдында батат, бірден істейміз, автобусқа Муздалифа деген жерге барамыз. Ол жерде тіпті төсек ештеңе жоқ. Айдала тас, құм ана жерде бар. Яғни бұның бәрін біз не үшін, кім үшін жасап жатырмыз, яғни өзіңіз ойлаңыз. Не үшін істеп жатырмыз? Алла ризалығы үшін. Үмітіміз не? Алла тағаланың мейіріне бөленсек қой, ей Алла, мен сен үшін істеп жатырмын осының бәрін, сен үшін шаршап жатырмын. Біздің мақсатымыз сол, ниетіміз сол, басқа біздің неміз жоқ, ниетіміз жоқ. Сонда әлгі
Муауия радиаллаху анху әлгі еңкілдеп, жылап, осындай шейіттің өзі, байдың өзі, Құран жаттаған қаридың өзі осындай тозаққа себепкер болатын болса, басқалар не болады деп жылап отырған Муауия радиаллаху анху мына аятты оқыған екен да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Улаика аллазина лейса лахум фил ахирати илля ан-нар. 15-те оқымаппын ғой. Ман кана юридул хаятад дуния ва зинатаха нуаффи илейхим а'малахум фиха ва хум фиха ла юбхасу. Кім істеген игі істері арқылы дейді, осы дүние мен оның сән салтанатын ғана қаласа, оларға дүниеде істеген игі істерінің қарымын толық қайтарамыз. Яғни мына дүниеде істеген амалдарының нәтижесінде, мына дүниеде осы дүниенің, яғни байлығының, осы дүниенің рахатын қалайтын болса дейді да, оған есейміз біз оларға береміз деп тұр да, осы сұраған. Бұл дүниеде олардың еншісі кемітілмейді. Яғни бұл дүниеде оларға не істемейді, әділеттік жасалмайды. Не сұрады мына дүниеде, бәрін соны береміз деп жатыр да Алла тағала. Алайда улаика аллазина лейса фи лахум фил ахирати илля ан-нар ва хабита ма санау фиха ва батил ма кану яъмалун. Алайда ақыретте дейді, ертең ақыретте оларға тозақ отынан басқа еш нәрсе бұйырмайды. Кімдерге? Тек қана мына дүниені ойлағандарға. Есілдерде дүние дегендерге қандай жақсылық жасаса да, артынша не ойлап тұрады ол? Өзі дүниесін ойлап тұрады, қарнын ойлап тұрады, қалтасын ойлап тұрады. Түсінесіз бе? Ақырет емес. Креслоны ойлап тұрады қазір. Өтірік күледі, өтірік жымияды, Алла сақтасын. Бұл екіжүзділікті былайша айтқанда, түсінесіз бе? Ниеті не? Мына дүниеде рахатты көрсем, мына дүниеде жетістікке жетсем, атаққа жетсем, даңққа жетсем, ана креслоға отырсам, ақырет ойлап тұрған жоқ ол, түсінесіз бе? Тек қана сол дүниені ойлап тұрып ол. Сол үшін ол не істейді, тайынбайды ол. Кез келген амалға барудың тайынбайды да ол. Қорықпайды ол. Өйткені ол ақырет ойлап тұрған жоқ. Мінекей, ақыретте оларға дейді, тозақ оттан басқа еш нәрсе бұйырмайды. Тозақ оттан басқа еш нәрсе бұйырмайды. Олардың жалған дүниеде істеген бүкіл істері, тіпті жақсылықтарына дейін дүниеде қалып, дүниеде қалады. Жақсылықтары ақырет тұрғысынан зая кетеді, істеген барлық ісі түкке тұрғысы болып қалады. Яғни мына дүниеде хабита ма санау, хабита, яғни күл болып кетеді да бұл, күл болып кетеді. Жоқ, ешқайсысы пайда бермейді ертең. Не үшін еді ол? Себебі ол тек қана мына дүние үшін істеді да. Сіздер бәріңіз білесіздер дұғаны. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Кеше біз не істедік? Емен бұрышына келген кезде қағуан айтатын дұға ғой. Естеріңізде ме? Я Алла тағала, Раббана атина фид дуния хасана. Я Алла тағала, мына дүниеде де біздерге жақсылық бере көр. Ва фил ахирати хасана. Және ақыретте де жақсылық бер. Демек, Алланың, яғни бізге үйреткен несі дұғасы, біз не істеуіміз керек? Дүние мен ақырет тең ұстауымыз керек. Дүниеден де бесіп кетуге болмайды. Мына дүниеден бесіп кетсең де сен несейін шариғатқа қайшы болады. Шариғатқа қайшы болады. Сондай өкінішке орай түсініктегі адамдар бар ма? Бар өкінішке орай қоғамда. Яғни дүниенің бәрі иллюзия сияқты қарайды. Неге ше дүниеге түсінесіз ба? Мына дүниенің бәрі бос дейді бәрі. Кетуіміз керек, анау ақыретке кетуіміз керек дейді. Мына дүние бос нәрсе емес. Бұл дүние не? Егіндікті. Мына дүние сен не егесің сен мына дүниеде? Ертең соны ертең орасың. Мына сынақ әлемі. Бұл сынақ әлемде сен істеуің керек, еңбек етуің керек, жұмыс істеуің керек, жейсің, ішесің, киесің, бала шағаңды бағуың керек, ол да аманат, нәпақасын тауып бересің деген сияқты. Демек, құрметті ағалар, бауырлар, бұл жердегі пайғамбар саллаллаху алейхи Алла тағаланың құдси хадисінде баяндалып жатқан нәрсе, және бұл не істеді? Жаңа аятпен байланыстырды да сахаба, сөзсіз ба? Аятты оқып беріп жатыр, сөзсіз ба? Демек, қарасаңызшы, Алла жолында соғысса да қараңыз. Соғыс деген бар ғой, бұлай елестету мен түсінетін мәселе емес негізі. Алла сақтасын, Алла соғысты көрсетпесін. Біздің бабаларымыз, аталарымыз соғысты көрді ғой, ол соғыс деген ойыншық нәрсе емес, Алла сақтасын. Яғни ол қорқыныш нәрсе да. Сен өлесің, сен өлтіресің, екеуің бірі ғой. Түсінесіз ба? Шейіт деп өзін естеді. Алла жолын соғысқан жоқ адам. Тек қана естесін мені, қандай мықты батыр деп соғысқандығы үшін естейді ол ертең тозақтық болады деп жатыр да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Және бай адам да сол несі мені жомарт деп мақтасын деген мақсатта берді да ол. Алла ризалық үшін берген жоқ. Әлгі үшінші адам кім еді? Қари, Құран жаттаған адам. Қари деген субханалла, бір Құран жаттау үшін деген сұмдық уақыт кетеді, қаншама жыл кетеді сен. Сабыр, сұмдық сабыр керек оған. Бірақ соң бәрін жаттап алғаннан кейін титтейді ішіңде. Сен мақтаныш болса сол нәрсе десе де. Түсінесіз ба?
Басқа бір Алладан басқа бір сенің ішінде бір ниетің болатын болса, сен кеттің да сен. Қаншама еңбектен Құран жаттаған болсаң да, оның сауабын ала алмайсың. Саған керісінше күнә жазылады да, Алла сақтасын. Және жаңа хадисте ескертіліп жатыр, ертең тозақтың оттарына лапылдаған отқа не болады, ол себепкер болады да. Алдымызда Құрбан айт келе жатыр. Білесіздер, Құрбан айтта жағдайы бар, нисап мөлшеріндегі мүмкіндігі бар адамға құрбан шалу уәжіп, міндет. Нисап деген не? Жалпы Ханафи мазхабында 85 грамм алтынның мөлшерінде қолында қаражаты бар адам, негізгі қажеттіліктерден тыс осындай байлығы болса, яғни бала шағасы, тамағы бар, киім бар, басқа да шығындар бар, содан бөлек қарызда болмау керек. Сонда ол ең төмен дәрежедегі 85 грамм алтын ақшасы болса, ол бай мұсылман болып есептеледі. Түсінесіз ба? Бұл ең төменгі ақшасы. 85 грамм алтынымыз 1 миллион 600, 1 миллион 700 теңгені құрайды қазіргі күнде. Біздің немен есептегенде. Түсінесіз ба? Сонда 1,5 миллион теңгесі бар адам не істеу керек? Оған құрбан шалмаса күнәһар болады ол. Бірақ біздің елде сондай, біздің өзі халқымыз жомарт халық қой, енді мұсылман болғаннан алхамдулилля. Бай болмаса не істеп жатыр? Құрбан шалды ма? Шалынады, яғни Алла ризалығы үшін. Күнде айлығын алып отыр, тамағын тауып отыр, әйтеуір ол адам не істеуі құрбан шалса бола ма? Болады, бірақ міндет емес оған. Ал бірақ жаңа бай адам оған шалмаса күнәһар болады ол адам. Түсінесіз ба? Енді сол құрбан шаламыз біз, Сонда Аллах Субхана тағала Хадж сүресінің 37-ші аятында осы құрбандыққа байланысты деп байланыстырып айтып жатырмын. Ол да осы ниетке байланысты. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Лан яналаллаху лухумуха вала димауха, валакин яналуху тақва минкум дейді Алла тағала. Сендердің салған құрбандықтарының еті де, қаны да лән яналаллаха. Алла тағалаға еш уақытта жетпейді оған. Ешқандай Алла тағала оған мұқтаж емес. Аллаға не істемейді, жетпейді, бірақ валакин яналуху тақва минкум. Сендердің тақуалықтарың ғана Алла тағала жетеді. Жүректердің ықыластарың, ниеттерің ғана Алла тағалаға құнды да Алла үшін да, түсінесіз ба? Сіздің қанша түйе шаласыз ба, жаңағы сиыр шаласыз ба, жүздеп қой шаласыз ба, мәселе оның еті де қаны да Алла тағалаға бармайды. Алла тағала ол мұқтаж емес, сөзсіз ба? Біздің намазымызға, біздің елден ұшып келіп, мына ертең қаншама рәсімдерді атқарып қажылық жасауымызға Алла тағала мұқтаж емес. Біздің ақшамызға да, біздің қойымызға да, біздің намазға да, оразаға да мұқтаж емес. Алла тағала біз шындығында мұқтажбыз. Бірақ Аллахтан не нәрсені бағалайды? Жүректе ықыласты бағалайды. Кеше хадисте айттық қой. Инналлах ла янзуру иля суарикум ва амваликум. Алла тағала арасында сендердің мына түр әлпеттеріңе, мал мүліктеріңе, байлықтарыңа, атақтарыңа қарамайды, назар салмайды. Валакин яналуху тақва минкум. Бірақ сендердің не істейді? Тақуалықтарыңа назар салады. Яғни біздің тақуалығымыз, жүректе ықыласымыз Алла үшін маңызды, түсінесіз ба? Алла тағала соған қарап бізге сауап береді. Соған қарап біздің дәрежемізді көтереді, түсінесіз ба? Сондықтан да бұл дүниеде қандай дәрежеде болмайық, енді арамызда әртүрлі дәрежеде қызметкерлер болуы мүмкін, мысалы жағдайы, материал жағдай жақсы кісі болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін деген сияқты. Бірақ біз қазір әсіресе осы қажылық сапарында ихрамға киген кезде ешкімнен артық бола алмайды. Қызықтың көкесі ертең иншалла Муздалифада көреміз. Мынау қазір мысалға енді Меккеде отырмыз ғой, біз қонақ үйде отырмыз, бірақ мына қасымыздағы бір әріптесім жүр екен, енді Алла разы болсын, ол да қызмет жасап жүр. 3-4 адамға келген, қасында гид болып келген. $13,000 екен, ең арзандары, оның өзі. $13,000 да жатыр қазір. Яғни бір адамға $13,000 бір 6-7 күнге келген, да, көрдіңіз ба? Яғни айтайын дегенім, бай адам ғой, жағдай бар адам ғой, енді VIP-те жатыр да, айтқан кезде. Оған енді шариғат оған тыйым салмайды. Бір айтайын дегенім, ертең ихрамға кірген кезде, әсіресе Минада, Муздалифада, Арафатта сен байсың, сен кедейсің деген әңгіме болмайды ол жерде. Бәріміз тең боламыз. Президент, патша да сол жерде болатын болса, сол тең болады. Қойшы, қарапайым адам болса, екеуі тең болады. Алла тағаланың құзырында кім не керек біздің? Ықыласымыз, тақуалығымыз маңызды. Түсінесіз ба? Алла тағаланың құзырында ең қайырлы, ең абзал адам кім? Акрамакум индаллахи атқакум. Алланың алдында құрметке ие, ең дәреже жоғары болатын кім ол? Тақуа адам. Құдайдан шынайы қорқатын адам. Мына жүрегіндегі ықыласы толық адам, ниеті таза адам да, сол түсінесіз ба? Сондықтан да сіз бен біз Аллаху субхана ва тағаланы разы қыламыз дейтін болсақ, дұғамыз қабыл болсын, қажылығымыз қабыл болсын, оқып жатқан намазымыз қабыл болсын,
беріп жатқан садақамыз қабыл болсын десек, Алла Тағаланың алдында біздің абыройымыз үстем болсын десек бар ғой, тәкаппар болмауымыз керек, қарапайым болуымыз керек. Жүректегі ықыласымызды жөндеуіміз керек. Былайша айтқан кезде обновление дейміз ғой, соны жөндеп қайта-қайта отырмасақ, бұны өте шайтан деген шебер ғой. Қайтадан оны саған ішіңе риян салып жібереді, күмән салып жібереді, жүрегіңді жаралап қоюы мүмкін да. Қайта-қайта біз бүгін екінші дәріс осыны айтып жатырмын әдейі. Бұл өте маңызды да. Әсіресе үлкен қажылыққа жетпей тұрып осыны айтып жатырмын. Ана жаққа бармай тұрып осыны түсініп алсақ негізі, иншалла, ертең көп көмек болады да. Аллах субханала тағала өзінің сондай сүйікті, тақуа, өзінің шынайы қорқатын, ықыласты, ниеті адал, тек қана Алланың ризалығы үшін өмір сүретін, Алланың ризалығы үшін құлшылық жасайтын пенделердің қатарынан бізді айырмасын иншалла. Арабтарда мындай бір керемет бір сөз бар, соны айтып бітірейін иншалла. Әл-ахмақу дейді да. Әл-ахмақу яишу лиякуля вәл-ақилу якулу лияиша деген сөз бар, керемет. Даналық сөздер ғой өздерінің. Ахмақ дейді, жеу үшін ғана өмір сүреді дейді. Ахмақ тек қана жеу үшін, оның есіл-дерті не? Дүние, ақша, тамақ бар, сол, оның өмір. Ақылды, нағыз ақылды адам, бас дейтін адам, ақыретін ойлайтын не істейді? Өмір сүру үшін ғана жейді дейді. Қандай керемет айтылған, я? Яғни, нағыз ақыретін ойлайтын, Құдайдан қорқатын адам не істейді? Бай болу мүмкін ол, жағдай болу мүмкін, бірақ ол не істемейді, оны мақсат тұтпайды. Оның мақсаты Алланың тек қана ризалығы болды. Түсінесіз ба? Дүниені мақсат тұтпайды ол адам. Дүниені пайдаланады, я, киімде керек, тамақта керек, үйде керек, машинада керек, бәрі керек. Бірақ ол үшін бас қатыратын мәселе емес. Оған ол бас қатырмайды, жүрегі ауырмайды ол үшін, түсінесіз ба? Бұл нағыз тақуалар, түсінесіз ба? Ал енді ақымақтар кімдер олар? Тек қана дүниені ойлап отырады бол. Оның ниеті сол, басқа оның жоқ, ниеті жоқ. Алланың ризалығы деген нәрсе жоқ. Арасында бір тиіп қашып, бір оянып кетуі мүмкін, қайттан бірақ дүние кетіп қалады, түсінесіз ба? Оның басқа өмірде мақсат жоқ та. Алла Тағалам бұндай пенделерімізді сақтасын. Иншалла, қандай ниетпен келген болсақ, осы Меккеге сол ниетімізбен иншалла мәбрур дейміз ғой, хаджун мәбрур, яғни ешқандай кедергісіз, шарттарына, сүннетке сай орындалған және қабыл болған қажылыққа мәбрур деп айтылады. Түсінесіз ба? Ешқандай күнә жасалмай, ешқандай фиск жасалмай, жаңағы дөреқсіз сөйлемей деген сияқты адал, таза өткізген қажылыққа иншалла мәбрур қабыл болған қажылық. Оның жәннәті сыйы не дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям? Оның сыйы илләл жәннат, жәннат деді. Және ең үлкен біз үшін маңызды, ең жаңағы біздің қалайтынымыз сол. Алла субхана тағала оны да Құранда айтып қойды, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде баяндап қойды. Кім осы қажылық құлшылығын ешқандай жыныстық қатынасы бар, күнәсі бар, басқасы бар жасамай ешқайсысын сөйтіп сүннетке сай бәрін орындайтын болса, онда не істейді? Анасынан жаңа туғандай пәк күйінде еліне қайтады дейді, отанына. Иншалла. Бұны кім қаламайды? Бәріміз қалаймыз, иншалла. Бәріміздің бір пендешілігіміз бар ғой. Бір тіліміз істеп қойған, қолымыз істеп қойған, әйтеуір бәріміздің пендешілігіміз бар. Яғни мен періштемін, мен аппақпын деп ешкім айта алмайды. Бәріміздің белгілі дәрежеде бір күнәміз бар да, біліп білмей істеген күнәларымыз бар. Оны сіз өзіңіз тек қана Алла Тағала ғана ертең сол неңіз айта аласыз да, барлығын болды. Арафатта ұмытпаңыз иншалла. Оған шейін тағы айтамыз ғой Арафатқа дейін иншалла. Арафатта нағыз күнәнің төгілетін, тәубенің қабыл болатын иншалла. Қайтарылмайтын жер сол жер. Сол жерде еңіреп жылап қалыңыздар. Сол жерде қанша мүмкіндігің болса, көзіңнен жаңағы өзін ұрып шығарсаң да, жасың шығар, еңіреп сол жерде сұрап қалатын уақыт сол жер. Ең дуаның қабыл болатын жер сол жер. Көресіз ба? Міне, қазір осы жерде сондай. Арафат бірақ ерекше. Арафат ол жерді ертең барғасын көреміз ғой иншалла. Бармағандар болса, жаңадан барғандар болса, ол жердің әсерін ертең байқайсыз иншалла. Құдай қаласа аман есен осы қажылықтарымызды орындап, қабыл болған қажылықпен отанымызға, бала шағамыздың ортасына қайтуды Алла Тағалам нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи раббил аламин. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.